Еш қарсылықсыз жігіті келісіп, жібекті алып қашып, 2021 жылдың желтоқсан айында бір үйдің босағасын аттап, ақ келін атанды. Барғаннан өз көзіне өзі сенбеді. Осы уақытқа дейін мектеп директорының баласымын деп алдап келген жігіттің отбасы өте қарапайым болып шықты. Ата-анасы да жай қарапайым жұмысшы екен. Үйдегі жағдайды көргенде өзінің алданғанына іші өртеніп барады. Бірақ қайтарға жол жоқ. Қайтып кетсе барлық сыры мәлім болатын жібек амал жоқ сол үйде қалады. Уақыт зымырап өтіп, ай күні жетіп, жібек шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келеді. Барған жерінің жағдайы нашар болғандықтан дүркіретіп шығарып алу болмады. Өз баласын құшақтаған күйі үйіне келді. Бұл уақытта жібектің жасы небәрі 17-де еді. Ерте бала көтеріп, ана атанған жібек соңғы кезде өзінің осы уақытқа дейінгі жасағандары үшін өкінеді. Барлық жастық шағын өз қолымен ойрандағаны үшін өзін іштей мүжіп бара жатқандай. Барған жері де қазір жібектің өткен өмірінен хабардар болды ма, әлде жүкті болып барған жақпады ма, жібекке тиісуін бастады. Тәрбиесізсің, жеңіл жүрістісің деп көп айтатыны шығарды. Осындай өмірден жалыққан жібек соңғы кезде өзіне сондай бақыт сыйлаған Алмастың қадірін түсініп, сағынып жүр. Сол оймен Алмасқа хабарласты. Жақсы көретінін, сағынғанын айтып жылап алды. Алмас та кезіндегі сүйіктісінің жылағаны жанына батып, әлі де сезімі барын жасырмады. Жібекке ажырас, балаңды да кедергі емес, өзім бағамын, саған үйленемін деді. Бірақ жібек олай жасауға дәті бармайтынын жеткізді. Қазір жібек жас ана. Алданшы тек сәбиі ғана. Сонымен алданып уақытын өткізеді. Бірақ Алмас еш ойынан кетер емес. Көңілі жабырқаулы. Өткен ісіне өкініп, Алмасқа деген сағынышы күннен күнге басылар емес. Сағынышын басатын амал іздегенмен еш өзгеріс жоқ. Тек өтіп кеткен уақыт қайта келсе, барлығын бағалар едім деген ой ғана.